Саламатсыздар ма? Менің есім Қарабалина Мария, Септор компаниясының менеджерімін Астана қаласы бойынша. Менің бүгінгі тақырыбым Септор компаниясының өнімдері көп қой. Соның ішінде Септор компаниясының өнімдерінің бірегейі портативті ауа тазалағыш майон құрылғысы туралы бүгін сіздерге қысқаша шолу айтып өтейін. Майон бұл не үшін керек? Бұл біздің денсаулығымызға, ағзамызға қандай пайдасы бар? Сол туралы мен сіздерге баяндап өтейін. Майонды біз кез келген жерде пайдалана аламыз өзімізбен бірге. Айта кететін болсақ, мысалы қоғамдық орындарда, емханада, ауруханада, жол жүргенде, ұшақпен ұшқан кезде, пойызда, және тағы да басқа той садақаларға баратын болсақ, банктерге баратын болсақ, өзімізбен бірге алып жүріп, мойнымызға іліп пайдалануымызға болады. Майонның, мысалы, айта кететін болсақ, біздің денсаулығымызға пайдасы орасан зор. Портативті ауа тазалағыш құрылғы майон өзі небәрі 25 грамм салмағы, өте жеңіл, тағып жүруге ыңғайлы аксессуар. Майонның екі түрі бар. Айта кететін болсақ, бірінші түрі бұл сұр түсті майон. Бұның айырмашылығы екінші майоннан. Екінші майонымыз қара түсті майон, Z-Pro деп аталады. Оның айырмашылығы, мына сұр түсті майонның айырмашылығы, бұл 18 миллион теріс ион шығарады. Ал екінші майонның, қара майонның айырмашылығы бұл 20 миллион теріс ион шығарады. Нәтижесінде, бұл теріс ион шығарған кезде нәтижесінде біздің тыныс алу жолдарымыз жақсы жұмыс жасайды, жақсы демаламыз, өзімізді жақсы сезінеміз. Ал майонды, мысалы айтатын болсақ, маусымды жаңағы вирустар қозатын кездер болады. Жылдың мезгілде, күз айларында, көктем айларында вирустар, бактериялар қозып, аллергиялар қозады. Сол кезде аллергиясы бар адамдарға осы майон бірден бір таптырмайтын құрылғы болып табылады. Майонның, мысалы, айта кететін болсақ, мына өзінің корпусында, ортасында бір нүкте бар, түймесі бар. Соны бассақ, ол іске қосылады. Жасыл болып жанған кезде, мына сұр майонымыз жасыл болып жанған кезде бұл жұмыс жасап тұрады. Ал мына қара майонымыз ол көк жасыл болып жанады. Кешіріңіз, мынау көк болып жанса, мынау жасыл болып жанады. Бұның қуаты таусылған кезде қызыл түсті шам жанады. Бұлардың қуатын біз өзіміздің ұялы телефондарымыз сияқты қуаттап қоямыз. Қуаттап қойғаннан кейін сұр түсті майонымыз 12 сағатқа жетеді қуаты, ал қара түсті майонымыз 36 сағатқа 3-4 күнге дейін толық жетеді, жұмыс жасап тұрады. Майонды енді бұл дүниежүзілік патенттелген құрылғы, сондықтан бұны ғалымдар шығарғанда адамдардың денсаулығына ыңғайлы етіп, аллергиясы бар адамдарға жақсы демалыс үшін, тыныс жолдары жақсы жұмыс жасау үшін ыңғайлы етіп жасаған. Бұны үлкен кісілер де, балалар да, мектеп оқушылары да кез келген жерде пайдаланады. Бізге мысалы айналамыздағы вирустар, бактериялар көп көрінбейді, көзімізге көп көрінбейді. Оны микроскоп арқылы көрінген өте ұсақ бөлшектерді бұл майонның ішінде, бұның ішінде көмір щеткасы бар. Белсенді көмір щеткасы бар. Сол көмір щетка біздің айналамыздағы микроскоппен көрінбейді, микроскоп арқылы көрінетін ұсақ бөлшектерді біздің ағзамызға жібермейді, ұстап қалады. Нәтижесінде біздер жақсы демаламыз, өзімізді жақсы сезінеміз. Майонды егер де ұзақ уақыт пайдаланып жүретін болсаңыз, сіздің жаңағы ұйқыңыз жақсарады, қан айналысыңыз жақсарады, өзіңізді жақсы сергек сезінесіз, теріңіз жақсарады, барлық жағынан сіздің денсаулығыңызға өте пайдалы деп айтсақ болады. Мысалы айта кететін болсақ, майонның пайдасы
жаңа айттым ғой, 36 сағатқа мынау 3-4 күнге жететін осы майонның салмағы 38 грамм болса, мына сұр майонның салмағы 25 грамм. Бұл сұр майонның екі түсі бар, қызғылт реңді түсі бар, мына қара майонның тағы да ақ түсі бар, екі түрлі түстері бар. Мына әрбір мысалы балаларға, қыз балаларға қызғылт түсті, реңді күлгін түсті, қызғылт түсті, күлгін түсті жаңағы майонды тақса өте жақсы, жарасымды, тағуға да, алып жүруге де ыңғайлы. Ал мына қара майон балаларға да болады, үлкен кісілерге де болады, студент оқушыларға да болады. Енді кешке таман, мысалы, күндіз жұмыстан келдіңіз, кешке таман өзіңіздің жатын бөлмеге өзіңіздің жастығыңыздың қасына қойып қойсаңыз да таза ауамен сіз демаласыз. Бұның қара майонның тағы бір ерекшелігі, екі мына жібі бар, мойынға байлап өзіңізге ыңғайлы етіп жасап қоясыз. Ал мына сұр майонның екі жібі бар, біреуі ұзын, біреуі қысқа. Сонымен айта кететін болсақ, сіз жұтатын, сіз демалатын, сіз қоршаған ортада сіз жұтатын ауа әрқашанда таза болсын дейік, аллергиясы болмасын деп осы біздің ғалымдар осы майонды ойлап шығарған. Майонды әсіресе, мысалы, сіз егерде ұзақ уақыт пайдаланатын болсаңыз, мысалы, аллергияңыз болса, орманға барсаңыз, судың жағасында, жағажайда жүрсеңіз, өзіңізбен бірге алып кетуді ұмытпаңыз. Майонды жасауда ғалымдар ауаға зиянды бөлшектерді жою үшін озық технологияны пайдаланған. Жаңа айтып кеттім ғой, бұл технология көмір, белсенді көмір щеткасы бар. Жаңағы щеткасы сол үлкен қызмет атқарады. Бізге көзге көрінбейтін ұсақ бөлшектер вирустарды, бактерияларды, аллергендерді біздің ағзамызға жібермей ұстап, нәтижесінде біз жақсы ұйықтаймыз, жақсы өмір сүреміз, аллергиямыз болмайды. Тыныс алу жолдары жақсы жұмыс жасайды бізде. Сосын айта кететін, демікпесі бар адамдарға жақсы. Үлкен кісілерде болады, демікпесі бар, демалысы қиындайтын адамдарға осы портативті ауа тазалайтын құрылғыны пайдаланса, едәуір жақсы көмегі болады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сіздер жұтатын, біз жұтатын ауа әрқашанда таза болсын, денсаулықтарыңыз жақсы болсын.